Сәлем достар, сіздер менен бірге мен Диастон Нұрғаламов. Бүгін біз WhatsApp жүйесін бұзатын боламыз. Яғни біз өзіміздің смартфонымыздан кез келген WhatsApp'та отыратын адамның WhatsApp'ын бұзатын боламыз. Ол үшін бізге сол адамның WhatsApp'ы, яғни сол адамның смартфоны қажет. Ең біріншіден біз ұялы телефонымыздан Play Market'қа кіреміз. Messenger for WhatsApp деп жазып, екінші тұрған программаны жазып аламыз. Ссылкалар барлығы описанияда болады. Осы приложенияны установить етеміз. Кейін осы приложенияны ашамыз. Және ендігі кезекте біз кез келген адамның, яғни біз взломать ететін адамның ұялы телефонын аламыз және WhatsApp'қа кіреміз, настройкаға кіреміз. Бұл жерде WhatsApp Web деген болады. Сол жерге кіріп QR кодты сканировать етеміз. Міне бірден өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде бізде жаңағы сканировать еткен QR код шығады. Бұны біз жауып тастаймыз. Ендігі кезекте біз барлық WhatsApp сообщенияларын оқи аламыз. Яғни осы жердегі сообщениялар біз өзіміздің жекеменшік ұялы телефонымыздан оқи аламыз. Бұл компьютерда да бар. WhatsApp'ты компьютер жүйесіне, яғни браузер арқылы WhatsApp жүйесін ашу үшін жасалған. Бірақ та осындай жолмен біз кез келген адамның атынан отыра аламыз. Ол адам әрине ештеңке білмейді, бірақ та настройка веб деген жерге кірген кезде ол жерде көрсетіліп тұрады. Бірақ бұны ешкім көбісі біле бермейді. Сонымен бүгінге осындай WhatsApp взлом. Ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.